Қайырлы күн трейдерлар. Бүгін бізде 8-ші сабақ. Бүгінгі сабақта біз AMD модель және сессиялар жайында тақырып айтатын боламыз. Жалпы білесіздер, бізде 24 сағат бар. 24 сағаттың ішінде бізде алтын тек қана бір-ақ сағат демалады. Түнгі сағат 2 мен түнгі сағат 3-дің арасында. Сессия 3-те уже алтын 3-те өз қозғалысын жасап бастайды. Жалпы сессия дегеніміз не? Бізде бүкіл әлемде үлкен 4 не бар? 4 сессия бар. Жалпы олар бізде Азия, Франкфурт, Лондон және Нью-Йорк. Азияда жалпы основном бізде Китай қозғайтын болады. Франкфуртта бізде Германия, Лондонда бізде Англия, басқа да мемлекеттер, Нью-Йоркта Америка өзі қозғайтын болады. Жалпы AMD модельге сессияның қатысы не дегеніміз қалай? Жалпы AMD модель бізде 3 саттан тұрады. Оларды қазір түсіндіре жатамын. Азия бізде қараңыздар, Азияның уақыттары қалай? Жалпы бізде Азияның уақыты таңғы сағат 4-пен түскі сағат 11-ге дейін. Франкфурт 11-ден 12-ге дейін. Бір-ақ сағат қозғалады өзі. Лондон бізде 12:00-ден 5:00-ге дейін. Нью-Йорк 17:00-ден түнгі 2-ге дейін Нью-Йорк өзі қозғайтын болады рынокты. Жалпы бізде осы 4 сессия бар. 4 сессияға арналған бізде индикатор бар. Индикаторды алу үшін маған жекеге индикатор деген сөзін жазсаңыздар, мен сіздерге жіберетін боламын индикаторды. Қазір индикаторды көрсететін боламын графикте. Ал енді келесі тақырыпқа өтейік. Жалпы бізде рынокта AMD модель күнде бізде AMD модель қалыптасады. AMD модель дегеніміз не? AMD модель өзі 3 саттан тұрады, қысқартылған түрде. Біріншісі бізде аккумуляция. Екінші бізде манипуляция. Үш бізде distribution. Аккумуляция дегеніміз не? Жалпы аккумуляция дегеніміз бағаның бір бағытта қозғалуы. Я long, я болмаса short. Бағаның бір бағытта қозғалуы. Бір бағытта қозғалуын бізде не айтады? Аккумуляция деп атайды. Манипуляция дегеніміз не? Манипуляция основном бізде не болады? Екі бағаның ортасында жүруі, боковик, я болмаса осы. Екі бағаның ортасында жүруі. Основном бізде ортасында жүруі. Жақшаның ішіне не деп жазамыз? Боковик болады. Боковик. Distribution дегеніміз не? Distribution бағаның бір бағытта тез қозғалуы. Яғни значит, я тез көтерілеміз, я болмаса тез түсеміз. Бағаның бір бағытта тез көтерілуі немесе тез түсуі. Тез көтерілуі немесе түсуі. Түсуін біз не дейміз? Distribution дейміз. AMD модельмен сессиялардың айырмасы не? Жалпы бізде аккумуляция бізде в основном бізде неде болады? В основном бізде Азия сессиясында болады. Манипуляция бізде в основном Лондон сессиясында. Ал distribution бізде, как всегда, өзіміздің не? Нью-Йоркта болады. Нью-Йорк сессиясында қозғалады. Жалпы тағы да басқа рынок неде көрсететін болсам сіздерге. Сессияда қараңыздар, жалпы бізде не болады? Сессияда бізде жазылып тұр. Азия, Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк барлығы бізде жазылып тұр. Жалпы қараңыздар, бізде в основном Азия бізде 2 мен тасыды. Ял
ya bizga maksimumda Aziyani maksimum yo bo'lmasa minimum qiziq bo'ladi bizga основном kunda. Nega? O'йткені qarangizlar, Aziyani по-любому baga Aziya bitgandan keyingi boshqa sessiyalar ya Aziyani minimumga qaray unutiladi, yo bo'lmasa maksimumga qaray unutiladi. Например, qarangizlar, например, mana yerda biz Aziya nesida Frankfurt shortqa qaray ketdi, London nesida barda Aziyani nesini shishdi bizni eng so'nggi minimumni shishdi. Akkumulyatsiya deganimiz o'sha jalpi ya'ni nesit Aziya tikka long bo'ladi, long bilan yo bo'lmasa short bilan bir vaqtda жүрadi. Например, mana qarangizlar, akkumulyatsiya nesit Aziya bizni mana yerda bizni high tashladi. Mana maksimum потом borib ham bizni minimum tashlagan bo'ladi, tashlagan bo'ladi. Kunning sonida biz qayerga bordik? Kunning sonida biz Bakavikka oldik buni. Kelasi kuni biroq bizga ne qiziq bo'ldi? Baga bizga Aziyaning high qiziq bo'ldi. Например, tag'i ko'rsatdim. Bugungi kunda ko'rsatsam, oldingi kunda. Mana qaranglar, bizga Aziya najotda bizga high tashladi. Потом borib minimum tashladi. Qolgan sessiyalarni esa qaranglar, Frankfurt Aziyaning ishqilib fitnesslar bilan жұмыс жасады. London bordi esa Aziyaning minimumga bordi. Ko'rdingizmi? По-любому сол kuni Aziyaning minimumini shishadi, yo bo'lmasa maksimumni обязательно turda shishiladigan bo'ladi. Bugungi kunga keladigan bo'lsak, bugungi kun bizga qaranglar, bizga Aziya maksimum tashladi, minimum tashladi. Ya? Frankfurt bizga turdi, London Bakavikda turdi. Barda Londonning sonida nechida bizga Aziyaning nesini shishib berdi? Maksimum shishib berdi. Ko'rdingizmi? По-любому nechiladi Aziyaning minimumi yo bo'lmasa maksimumi bizga shishilib turadigan bo'ladi. So'sin qarangizlar, aslan bizga qalay bo'ladi? Aziya bizga aslan bir vaqtda жүрadi. Oy, kasbiyat. Nechida Aziya bizga aslan bir vaqtda жүрadi. Akkumulyatsiya. Mana qarangizlar. Aziya nechida nagunda bizga short bilan bosildi, short bilan dagancha bitdi. Nega tutasizlar? Short bilan bosildi, short bilan bitdi. Najotda long bilan bosildi, long sonuna qaray bitdi. Najotda shaydi, najotda bilan long bosildi, najotda bilan short bilan bosildi, shortga qaray dagancha qolib berdi. Bir vaqtda жүрadi. Aslında bizga akkumulyatsiya. Manipulyatsiya deganimiz ne? Bu ashin Bakavik. Например, najерni полный bizga вот mana zona bizga полностью voy olib bo'lsa Bakavik deb o'chirgan bo'ladi. Bakavik. Naqtida shunday. Najotda bugungi kunda shunday Bakavik deymiz. Полностью. Jalpi bugungi taqrir bo'lsa akkumulyatsiya AMD model және sessiya turali aytgan bo'latimman. Distribution, qarangizlar, distribution deganimizda bizga aslında New Yorkda bo'ladi. New York nesit bizga New York bizga aslında tez ko'tariladi, nemesi tez qo'yadi, ya. Новости narxasida yo boshqa zot narxasida. Nesit New York portda ko'tarildi, yo risk nechida екі sechamen risk qolib berdi. Najotda tez ko'tarilgan New York. Najotda mana qarasanglar tez ko'tariladi. Bu aslında бүкіл күннің баратын жеріне бізді негізі Нью-Йорк барып беретін болады. Нью-Йорк барып береді aslında. Тез көтерілді. Мына жерде тез түсті. Мысалы, тез көтерілді. Mesela tez көтерілді. Риск бірді. Не болады бізде? Aslında Нью-Йорк сессиясында болады. Келесі сабақта мен сіздерге уже стратегияларды үйретіп бастайтын боламын. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.